Алла Тағаланың бізге осындай тәуелсіздікті сыйлауының өзінде де бұл тәуелсіздік үшін қатты бір үлкен сөз айтқыңыз келіп тұрған кезде альхамдулиллахтан бастаңыз. Және бұған ешқандай сөзді қоспай ақ та қойыңыз. Ешкім ренжімейді бұған. Өйткені ешкім Алламен жарысуды қаламайды. Ешкім Алла Тағаламен жарыса алмайды да. Аллаға кептіріңіз күллі нәрсені. Сосын тарихтағы жаңағы болған оқиғалардан баян айтыңыз. Яғни осындай кісілердің еңбектері болған, осындай кісілердің дұғалары болған, осындай кісілердің уайымдары болған. Алла Тағала солардың дұғаларын жауапсыз қалдырмай, бірнеше жылдан кейін болса да бізге осындай керемет тәуелсіздікті сыйлап отыр. Ал енді біздің алдымызда үлкен міндет тұр. Мына кейінгі ұрпақ сол алдымыздағы азаматтарымыз аңсаған жақсылықты толыққанды түрде өздерінің бойында істете алуына, сол нәрсеге қарай біз тәрбиелеу керекпіз. Тәуелсіздік алып, жаңағы шындап келген кезде, тәуелсіздік деген кезде нәпсінің тәуелсіздігі ғана болып қалмау керек. Әркім өзінің ойына келген нәрсесін істеп, кімге еліктесем соған еліктейін деп, немесе Алла Тағаланың дінін бір хобби сияқты қарап, қаласа ұстанатын, қаласа ұстанбайтын, бұл хобби емес, бұл ұлт деген құндылық, ол Алла Тағаланың бізге берген нәрсесі. Ұлтымыздың жаңағы бір болмысы, мысалы тілі, тарихы, ата-бабалардың өміріндегі жаңағы болған оқиғалар, бұның барлығы жаңағы бізде келесі ұрпаққа тәрбиелік мақсатта жеткізіліп отырады. Сол нәрселер баяндалып отырады. Бір мақтаудың күллісі Аллаға тән болған түрде. Тұлғалар, тек қана тұлғалардың жаңағыдай осындай Аллаға байланғаны деген нәрсесі, осындай бір адалдық, әділеттілік деген сипаттарды жеткізу үшін ғана болмаса, Алламен қатар ешкім мақтанылмайды. Өйткені ол кісілердің өзі де ол нәрсені ешқашан қаламаған.